Короче, достар, менің стейкім келді ыстықтай. Омен қосып Санжар келді. Қалайсың, Санжар? Жақсы, кеш жарық, алтын оқырман, ұлбосының жанкүйерлері. Бүгін тағы да кездесу болып жатыр деп ойлап қалмаңыздар. Біз тамақтануға шықтық. Иә, менің жақын досым Түркістаннан келгеннен кейін әр сәтті, әр минутты жөнді пайдаланайық деп өзіміздің тіршіліктен шығып осылай кездесіп жүрміз. Көп рахмет Алматыға келген. Рахмет сіздерге. Мінекей еш нәрсені жемей сені күтіп отырмын ғой. Рахмет. Бұл базарком келді. Ол Киванадан келген. Енді пакет болып, ал бізге ас болсын. Ол әнші ма? Иә. Сразу кетіп қалғаншы. Сенікі әнші ма? Жоқ. Қыз ба? Жоқ. Қыз ба? Иә. Очки таға ма? Иә. Сенікі актриса ма? Сәл-сәл. Киноларға түскен. Екінші сұрақ болып кетті бауырым бұл. Шашы бұлай, сосын видео ма? Шетеді. Бүгін Самир үштеміз. Бізде состав Тұмар этно ансамблі. Үйлену той бүгін. Настрой мықты болып тұр. Күшті әңгіме болып жатыр астың үстінде. Әлі халық жиналған жоқ. Ең бір қызықты мәселе бүгін бата беретін Аяз атамыз. Ол кісіні қыста келуші еді, бірақ енді жазда келіп мына тойға бата берейін деп жатқан. Қайт шақырамыз Аяздан? Сөйтіп қазір бұйырса 2 жасқа атамызды осылай шақырып батасын беріп, бүгін күшті бір той өткізейін деп жатырмыз. Арнұр және Сымбат деген сәттілік. Кстати, Тұмар этно ансамбльмен екінші рет шығайын деп жатырмыз. Маған өте қатты ұнады. Бұйырса болашақта жұмыс істейін деп жатырмыз. Если что, этно ансамбль керек болса, хабарласыңдар. Қалайсыңдар, қайырлы кеш, амансыңдар ма? Достар, мынандай қабырғаны бүйтіп есік қылып кесетін таныстарыңыз бар ма? Алмазная резка деп атайды, мен қателеспесем. Сондай адамдар болса Алматы қаласында маған өтініш хабарласыңыздар. Маған мына жерде стенаны кесу керек болып жатыр салонда. Таныстарыңыз болса осы видеоны жіберіңіздер. Кештеріңізге сәттілік, ертеңге орын жоқ. Алла қаласа, среда, четверг орын бар.